Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Жұмыртқаның қабығы 10 жылға жасартады. Видеоны көрмей тұрып арнаға жазылыңыздар. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай теріде босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінен де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан мейлінше жастықты қалпыңызда сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының да орасан зор көмегі бар екенін біріңіз білсеңіз, келесі біріңіз білмеуіңіз мүмкін. Ендеше ас үйде жиі пайдаланатын азықтың бірі жұмыртқа екендігі белгілі болса, оның қабығына дейін пайда асыруға кірісейік. Жұмыртқаның қабығы негізден кальций, фосфор, темір, калий, магний және де кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтыны дәлелденген. Жұмыртқа қабығының ұнтағын жүкті әйелдер, балалар және ересектер кальций жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады. Зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларының алдын алынады. Гастрит жазылады, қан тазарады. Балалардағы рахит пен анемияның алдына алады. Аллергия емделеді, шаш пен тырнақ қатаяды. Безеу шықпайды, жүйке жүйенің қызметі жақсарады. Қабықтың ішінде сиқырлы қабықша болады. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны секілді бөлігін еппен абайлап қатты қабықтан ажыратып алыңыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны екіге бөліп көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жабыстырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстаңыз. Пленканы жабыстырған кезде мимикаға жол жоқ. Күлмеңіз. Көз айналасына жабыстырған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Сөйлеуге болады. Ендігі кезек сыртқы қабығында. Қатты қабықты тазалап, жуып, ұсақтап құрғату үшін майлықтың үстіне жайып қойыңыз. Әбден кепкенін күтіңіз. Ол үшін 2-3 күн күтсеңіз тіпті жақсы. Кепкен қабықты алып ұнтақтаймыз. Блендермен немесе дәкені бинтті 2-3 қабат етіп, қабықты орап алған соң сыртынан балғамен ұрып ұнтақтаңыз. Кәдімгі ұн секілді болып түйіршік қалмайтындай ұнтақтағаныңыз жөн. Себебі масканы бетіңізге жағу кезінде қатты қабықтың бетіңізді жырып теріге зақым келтіріп алмас үшін. Содан кейін бетіңіздегі ақуызды жуып тастайсыз. Бетіңіз құрғағанша маска дайындап алатын уақыт бар. Ол үшін бір ас қасық кез келген айранға немесе йогуртта жарайды. Бір шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығын салып араластырып алыңыз. Соңынан бетіңізге масканы щеткамен жағып шығыңыз. Қолмен жағуға болмайды және уқалаудың, массаждың қажеті жоқ. Жай ғана масканы жағып шығыңыз да 15 минуттай масканың кепкенін күтіңіз. Кепкенін байқау үшін саусағыңызбен бетіңізді ұстап көріңіз. Содан соң бірден жуып тастамай, беттегі масканы қолмен сылып алып тастаймыз. Артынан қалған қалдықтарын жылы сумен жуып тастайсыз. Құрметті нәзік жандылар, ешқашан